неуклюжие пешеходы по лужам, а вода под пальту рекой. И неясно прохожим. Эй, оператор, ну что там, народ собирается? Да. Еще нет? А я пока еще песенку допоем. А какую бы мне песенку спеть, а? О! Чунга-чанга, синий небосвод, Чунга-чанга, лето круглый год, Чунга-чанга, весело живем, Чунга-чанга, песенку поем. Ну, начинаем. Итак, вроде мы включили прямой эфир, а я начну. Артисты, а я начинаю. Хорошо, хорошо, начинай, Петрушка. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в эфире с вами я, великий, неповторимый Петрушка. И я хочу сегодня объявить предстоящую сказку, которую покажет для вас мой друг, коллега, артист театра Кукла-Лакай Алишер Орнбастер со своими дочками. Они сегодня для вас расскажут и покажут спектакль под названием «Теремок». Ну что, все готовы? Да. Я не слышу вас. Да. Ну тогда, Да. артисты готовы? Да. А мы начинаем. А вам, ребята, желаю приятного просмотра. И поехали. Эй, свет выключаем. Опа. Теремок. Желаем вам приятного просмотра. Летела муха-горюха по лесу, видит домик с окошками, и с дверью остановилась и спрашивает. Теремок, кто в дереве живет? Никто не отзывается. Залетела муха-горюха в домик и стала жить-поживать в нем. Бежала мышка. Увидел теремок и спрашивает. Теремок, кто в дереве живет? Я муха-горюха, а ты кто? Я мышь-нарушка. Ступай ко мне в дом, веселее жить вдвоем. Забежал мышонок в дом, и жили они вдвоем. Шла лягушка из болота. О, о, видит домик теремок. О, и спрашивает. О, кто в тереме живет? Муха-горюха, мышь-нарушка, а ты кто? А я лягушка, квакушка. Ступай ко мне в дом, будем жить теперь втроем. Квак, спасибо. Квак, квак, квак. И жили они втроем. Идет и прибежал зайчик, попрыгайчик. Теремок, кто в тереме живет? Муха-горюха, мышь-нарушка, лягушка, квакушка, а ты кто? А я зайчик-попрыгайчик. Ступай к нам жить. Хорошо. Заяц скок в теремок, и стали жить они вчетвером. Идет лиса, рыжая краса по лесу, остановилась и спрашивает. Теремок, кто здесь живет? Муха-горюха, мышь-нарушка,
поблагодарила лиса и зашла в дом. Забралась лисичка в теремок, и стали жить и поживать, и горя не знать. Веселились, плясали, танцевали во весь лес. И вдруг идет по лесу Мишка косолапый. Увидел теремок, услышал песню в нем и заревел во весь мощь. Череп, череп, черемок! А кто в тереме-то живет, а? Муха-горюха, мышь-нарушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лиса, рыжая краса, а ты кто? Я медведь косолапый. Иди к нам жить. Правда? Ну, хорошо. Сейчас, погодите. Ой, а дверца-то у вас совсем маленькая. Ну, я пойду, а может, и с разбегу, а? Ой, я никак не лезу в ваш домик. Что же делать-то, а? Не хочу я один на улице оставаться. Понял. Заберусь я и сяду на крышу дома. Лез медведь в теремок, не смог залезть, взял и сел сверху домика и развалил. Распугал всех зверей, а домик-то совсем развалился, и ушли все звери восвояси. Вы уж простите меня, ребята, что я ваш домик развалил. Но я пойду. Мне еще надо меду на зиму набрать. Да, простите, я пойду. Ой. Вот и закончилась сказка про теремок. Включаем свет. Спасибо большое. Ну что, друзья, вам понравилась сказка про теремок? Да. Ой, вы нам тоже, надеюсь, очень понравились. Ну, тогда мы продолжаем наш выпуск, и следующую сказку мы расскажем для вас на казахском языке. Убираем нашу декорацию. Легкую уборку сделаем. Зовем остальных артистов. Ну-ка, идем сюда. Приготовились. Мы начинаем нашу сказку. Про колобка? Да. Ой, сказка-то у нас на казахском же языке. Дальше мы будем говорить на казахском. Ертеңімізді бастаймыз ба? Я. Қандай ертек айтамыз? Мақта қыз бен мысық. Мақта қыз бен мысықты сіздер үшін арнап айтамыз. Ендеше, мақта қыз бен мысық нешінші бетте? Кім біледі? Мен білем, 41-ші. 41-ші бетте, иә? Ендеше дайынбыз ба? Кім мақта қыз болады? Мен. Сен? Онда Алия, сен мысық боласың ба? Я. Ал қалған рөлдерді жайлап бөліп аламыз, жарай ма? Ендеше біз бастаймыз. Құрметті көрермендер, мұқият тыңдаймыз. Кетті. Ертеде мақта қыз бен бір мысық өмір сүріпті. Ол екеуі дос болыпты. Бірде мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мүйіз тауып алады. Мүйіз тауып алып, мысықты шақырады. Не деп айтады? Мысық, мұнда кел. Келмеймін. Келмесең келмей қоймайсың. Хоп деп мақта қыз мүйізді жалғыз өзі жеп қояды. Шамалы уақыттан кейін мысық келіп мақта қыздан сұрайды. Иә, неге шақырдың? Айтпайын. Айтпасам қатығынды төгем. Мен сен қияғыңды кесіп алам. Мысық болса мақта қыздың қатығын төгіп тастайды.
Ал мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Я, құйрығынан айырылып қалған мысық мақта қызға жалынады. Не деп айтады? Апа, маған құйрығымды беріңізші. Бермей, сен өлшеме қатығымды сөйле. Жарайды. Дейді да, мысық қатық іздеуге жолға шығады. Ол алдымен ең бірінші сиырға барады. Сиырдан барып сұрайды. Сиырдан не деп сұрайды? Сиыр, маған қатық берші. Менің қарным ашып тұр. Егерде сен маған жапырақ әкелсең, мен саған қатық беремін Деп сиыр мысыққа айтады. Сөйтіп, мысық қайда барады? Ағашқа. Барады. Ағаштан барып сұрайды. Ағаш, маған жапырақ берші. Ей, мысық, жаңбыр жаумағалы қай заман, қатты шөлдеп барам. Егерде сен маған су алып келсең, мен саған жасыл жапырақтарымнан берер едім, дейді. Сонда мысық не дейді? Жарайды. Я, жарайды деп, ол әрмен қарай жүріп кете береді. Келе жатырып, енді суды қайдан тапсам екен деп ойлайды. Сол кезде ол су тасып бара жатқан қыздарды көреді. Қыздардан барып сұрайды. Қыздар, маған су беріңдерші. Бермей, сен бірінші бізге сағыз әкеліп бер. Я, сол кезде біз саған Су беремін. Жарайды. деп мысық сағыз сұрауға дүкеншіге барады. Дүкеншіден барып ол сағыз сұрайды. Дүкенші, маған сағыз берші. Бермеймін. Сен бірінші маған жұмысқа әкеліп бер. Жарайды. Дейді де, мақта қыз әрмен қарай жұмыртқа сұрауға тауық қораға келеді. Ко-ко-ко-ко-ко-ко, кәйе ко-ко. Тауық, маған жұмыртқа берші. Ко-ко-ко-ко, кәре ко-ко. Қарнымның ашып тұрғанын-ай. Егерде сен маған дән әкеліп берсең, мен саған жұмыртқа берер едім. Ко-ко-ко, кәре ко-ко. Жарайды. Деп тауық қорадан да мысық шығып кетіп, қатты мұңайып отырады. Құйрығымды қалай қайтарсам екен, енді қайда барсам екен, дәнді қайдан тапсам екен деп отырған сәтте, ол жүгіріп бара жатқан мысықты көріп қалып, ап етіп ұстап алып, тырнағын батыра сұрайды. Жаның барында айт маған екен, үйінде не бар? Не деп айтатын шығар? Үйде бір табақ. Үйде бір табақтар бар еді. Қаласам соны берейін. Тез әкел маған. Тышқан болса қорыққаннан бар тарысын мысыққа апарып береді. Ал мысық болса сол тарыны апарып тауыққа береді. Тауық оған жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Ал дүкенші оған сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар оған не береді? Су береді. Суды алып кімге береді? Ағашқа. Ағашқа береді. Ағаш оған не береді? Жапырақ. Я, жапырақ береді. Жапырақты алып кімге береді? Жапырақты алып сиырға Я, береді. сиырға береді. Сиыр оған не береді? Қатық береді. Дұрыс айтасыңдар, қатық береді. Сөйтіп ол қатықты алып мақта қызға келеді. Міне қатықты әкелдім, енді маған құйрығымды қайтарып берші. Мә, ала ғой, рахмет. Деп мысық өзінің құйрығын өзіне қайтарып алады. Бітті ме ертегі? Ендеше, құрметті көрермендер, әдеттегідей біз эфиріміздің соңында сіздерге арнап біздің
көмекшілеріміз, яғни менің көмекшілерім, өздерің таныстырыңдар ма? Я. Есімің кім? Орынбасар Әлия. Ал сен? Орынбасар Әсима. Иә, ол екеуі әрине бір өлең шумақтардан немесе теледидардан көріп үйренген тақпақтар жаттаулары болса, сіздерге айтып беру керек. Иә? Я. Ал кім бастайды? Әлия, сен бастайсың ба? Ал мына абай құнанбаевтың өлеңін айтамын. Айта ғой соны. Кім бастайды? Асима, сен айта ғой, баста. 1, 2, 3. Аю тұшы, бетіңді жушы, айнаға қарашы, шашыңды тарашы. Болды ма? Тарашы. Мен қазір сұрамаймын, бетімді жуамаймын, шашымды тарамаймын, қазір кетті сондай тез, ойнауға келмеймін. Тамаша, керемет қол соғамыз, өзіңізге қатырақ. Ал Әлия, сен айтам дедің? Көзімнің қарасы өлеңі. Көзіңнің қарасы ма? Кімнің өлеңі? Абай Құнанбаевтың. Енді құрметті көрермендер, қатты сынға алмаймыз. Біз енді әуендетіп айтуға тырысамыз. Абай Құнанбаевтың әуендері, өлеңдері өте ауыр бізге, бірақ біз барынша тырысамыз. Менің қызымды папасы сияқты шамалы антислухтау енді, бірақ айтып тұрсамыз, иә? Кетіп жүр, бірге айтайық. Айта ғой, баста. Көзімнің қарасы, көңілім санасы, бітпейді ішіңгі ғашықтың жарасы. Бітпейді ішіңгі ғашықтың жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы. Бар емес сендегі адамның баласы. Тамаша, керемет, не деген дауыс, не деген слух десеңші. Жарайсың, қолда келдің. Әкел, сен де қолда кел. Ендеше, құрметті көрермендер, отырамыз, дұрыстап. Бүгінгі біздің эфиріміз осымен өз мәресіне келіп жетті. Ал сіздермен болған, сіздерге осы қысқаша 15 минутта өнер көрсеткен Алақай қуыршақ театрының әртісі мен Алишер Орынбасаров және менің үйдегі әріптестерім Орынбасар Әлия, Орынбасар Асима. Иә, Орынбасар Әлия мен Асима. Үйден әрине шықпаймыз, үйде отырамыз. Қандай да бір қиындықтар болса да бірге жеңеміз. Өйткені біз барлығымыз біз біргеміз. Сау болыңыздар.